құдіреті шексіз екенін сендер қаяқтан білдіңдер? Мысалы бар ма оның құдіретінің шексіз екенін? Енді бұл әлемді жарату үшін Алла Тағала құдіреті шексіз болу керек қой. Неге? Өйткені мынандай әлемді жаратуға құдіреті шекті Құдай жарата алмайды мынандай нені. Әлемді жаратуға қабілеті жететін, бірақ одан ары қабілеті жетпейтін болуы мүмкін ба? Мүмкін емес. Неге? Өйткені енді тозақ жәннат дегендер бар ғой мысалы. Жарайды, сен переселя жеткен нәрсенің бәрін жаратуға күші жетеді, бірақ одан ары қарай ол құдіреті бітіп қалады деген возможность бар ма? Егер де ол Құдай абсолюттік бір Құдай болса, ондайға бармайтын сияқты, ондайға күші жетпейді. Неге бармайды? Сен егер көріп тұрған нәрсемен соның құдіреті осыны жасауға жетті дегенге қорытынды шығарсаң, шексіз деп қорытынды шығаруға болмайды ол жерде. Мынандай анекдот айтайын да саған. Баяғыда бір бандиттермен машинамен келе жатты да, бір атамен соғылып қапты, Жигулимен келе жатқан атамен. Сөйтіпті де ана жерде ата шығыпты да, ой балаларым кешіріңдер, мына жерде аналардың жейбі қымбат екен. Сосын тұрыпты да ана көкелер, сен шал қазір біз сен көзін құртамыз, не мына машина деген қанша тұрады білесің ба, үйіңді бәрін тартып аламыз деген ғой. Сол кезде шал тұрыпты да, тұра тұрыңдар, қазір менде бір қызық нәрсе бар депті. Сөйтіп машинасына барып не алып шығыпты да, шам алып шығыпты да, шамды үйкелегеннен кейін ішінен жын шықты да. Сосын жынға айтыпты, жын шайпай дайындап жүрші депті. Жын деген ана машинаның артындағы багажникке шайпай дайындап дастархан жайып тастаған ғой. Ана бандиттер көріп шок болғанда, ё-майо, болды братан, ата мынаның бәрі керек емес, бізге мынаны беріңізші, қанша сұрайсыз үстінен деген. Сөйтіп жаңағы машинаның ақшасын төлемейтін болған, үстінен тағы бір 10 000 доллар берген. Сөйтіп жаңағы нені жынды алып кетіп қалған ғой, құмыраға салып, құмыра болған жаңағы несіне салып, шамына салып. Сөйтіп жаңағы бандиттер ананы салып болғанда үйге барған, жаңағы қуанып кетіп үйге барып нені оқаласа, шамды оқаласа жын шығады дейді. Так жынға айтқан ғой, жын давай бізге бүкіл әлемнің байлығын берші десе, мен только шайпай дайындай аламын деп. Сол сияқты болуы да мүмкін да, сендердің айтып отқандарың. Мына әлемді жаратады деген ол шексіз құдірет дегенді білдірмейді да, мүмкін ол только сол әлемді ғана жаратуға шамасы келетін шығар, одан артқа құдіреті жоқ шығар. Сіздерге бірақ я ожидал что-то большего деген әйел адам сияқты сипатты тұрсыздар деп ойламайсыздар ма өздеріңізде? Енді сенің айтып отқан дүниең айтып отырмын, жасағанның өзі ол бірдеңе ол дәлелденбеген еще. Жаңағы әлем жасады бүйтті сөйтті, ешқайсысы дәлелденбеген. Тек қана сендердің сөздеріңе негізделгеннің өзінде ғана ол қисын ары қарай байланыспай тұр ғой. Жақсы, сонда да сендер то, что вы ожидаете, әйелдің сипатына ұқсап тұр деп ойламайсыздар ма кейде? То, что вы всегда ожидаете больше. Құдай сендердің алдына келіп тұру керек, мен құдаймын деу керек. Құдайларынан ештеңе де ожидать етпейміз ол. Сендердің құдайларынан ештеңе де ожидать етпейміз. Қосын қаншама атеистер айтады ғой, Құдай бар болса қайда келсін де алдыма деп. На самом деле ғұламаға тән сипат емес қой ол айтып отқаны. Если ол точно атеист ғұлама болса. Енді қарашы, шексіз құдіреті бар Құдайың келе алмай ма екен не алдына? А зачем оған барып, если сен сенімнің арасына кіріп тұр, кірмей кетсең? Оның барып бармайтынын сен шешпейсің ғой, ол барамын. Бірақ сенімге кірмей кетеді ғой өзі. Көріп тұрса көрген нәрсеге сенетін болды. Көрсе не өзгереді? Көрмеу керек қой. В этом-то емес извините. Неге көрмеу керек? Неге көру керек? Көрсе сенесің да мысалы. Сен мысалы сезім деген нәрселерді сенде ұстап тұрған. Құдайды көріп сеніп кеттің, одан не өзгереді? Көрмей сенесің, көрмей. Жоқ, көріп сенсең не өзгереді? Нечестно ғой, ойлап қараңызшы. Әділ деген сипаты бар ғой, Алланың әділ дейтін сипаты. Бәріне көрмей сенер еді, бірақ бір екеуіне барады, исключение жасалады. Жоқ, бәріне көрмей салсын, бәріміз көріп сенейік, ал не өзгереді одан? Не өзгеретінін айтайын ба саған? Ол жерде бізде айтқан жоқ па пайғамбарымыз таудың ар жағында не болса маған сенесіңдер ме? Я сенемін. Сол сияқты. Не өзгеретінін айтайын, қара. Не өзгеретінін айтайын. Сенің құдайың басқаларға, енді сенің бар деген идеяңды алып келсең, сенің құдайың басқаларға көріне алмайды. Ол себебі өзінің бәрін білетіндігімен өзін өзі неге жаңағы қақпанға түсіріп алған. Неге? Себебі сенің құдайың қазір бәріне көріне алмайды. Егер бәріне көрініп қоятын болса, немесе барлық адамға жақсы болуға мүмкіндік беріп қоятын болса, ол тозақты босқа жаратқан болып қалады да. Сондықтан да ол тозақты босқа жаратқан болмас үшін адамдарды жаңа оларға көріну деген нәрселерден айырылып қалған вариантына